Толеранттылық латын тілінде шыдамдылық, төзімділік қабілеті, көнбестік, басқа дүниетанымға, өмір салт дәстүріне, мінез құлық пен әдет ғұрыпқа төзімділіктің белгісі. Толеранттылық немқұрайлықпен бірдей емес. Бұл сонымен қатар басқа дүниетанымды немесе өмір салтын қабылдау дегенді білдірмейді. Ол басқаларға өз дүниетанымына сәйкес өмір сүруге құқық берумен ерекшеленеді. Адамзат толеранттылыққа, төзімділікке, тағаттылыққа, өзара келісімге басымдық беріп, адамгершілікке жүгінуі тиіс. Толеранттылық қай кезеңде болсын ізгілікті іс ретінде саналған. Ол рухани бірлікке апарар жол. Мынау 21-ші ғасыр қазір көріп отырмыз әлемде. Не болып жатыр? Дінаралық қақтығыстар болып жатыр. Ұлтаралық қақтығыстар болып жатыр. Көзқарастарға немесе салт дәстүрге қатысты неше түрлі әңгімелер айтылып жатыр. Осының себебінен қаншама елдер жапа шегіп жатыр. Сондықтан біздің елімізде де әлемдік дәстүрлі діндер съезі бекерден бекер өткізіліп жатқан жоқ. Бұл дегеніміз не? Бүкіл әлем діндерін ортақ бір мәмлеге тоғыстыру. Осының арнасында бір-бірімізге деген құрметті күшейту. Сондықтан діндер арасында бірлік болатын болса, құрмет болатын болса, ол елде де даму болады деген сөз. Қазақстан көптеген ұлттар өкілдерінің ортақ үйі, қасиетті отаны болып отыр. Діні, мәдениеті, тілі, салт дәстүрі әртүрлі ұлттардың елімізде тату тәтті өмір сүріп келе жатқаны абыройымызды арттыра түсуде. Ұлы даламызда бұрыннан қалыптасқан толеранттылық, төзімділік үрдістері бүгінгі Қазақстан қоғамындағы азаматтық татулық пен келісімнің, ұлтаралық, дінаралық теңдіктің бастауында тұр.